Сәлеметсіздер ме балалар, каналға қош келдіңдер. Жаңадан келгендеріңіз подписацияны басып тіркеліп алуды ұмытпасыңыздар. Бұл каналдан физика, математика пәні бойынша барлық тақырыптарды көре аласыңдар. Бүгінгі тақырып 8 сыныптың физика пәні бойынша өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау деп аталады. Бүгінгі сабақта осы өткізгіштерді тізбектей және параллель қалай жалғаймыз, жалғаған кезде тоқ күші, кедергі және кернеулер қандай өзгерісте болады, соны білесіңдер, және 17-ші жаттығудың шығарылуын қарайтын боласыңдар. Енді жаңа айтып өткендей, біз өткізгіштерді тізбектей жалғай алады екенбіз. Тізбектей жалғаған кезде бұнда тоқ күштері, тізбек бөлігі бойынша тоқ күштері әрқашан тең болады екен. Ал кедергі менен кернеу қосындыларына тең болады. Ал параллель жалғау кезінде керісінше бұнда кернеу тұрақты болып қалады да, тоқ күші ол 1-ге 2-ні қосқанға тең болатын болса, кедергі ол 1 бөлінген R тең болады, 1 бөлінген R1 қосу 1 бөлінген R2 деп алынады екен. Яғни енді негізінен өздеріңнің күнделікті пәтерімізде, үйімізде қолданып жүрген құрылғылардың барлығы олар параллель жалғанады екен. Яғни кернеу бұл жерде тұрақты болады. Енді 17-ші жаттығуды қарастыратын болсақ, біріншіде тізбек кедергілер 4 Ом және 12 Ом болатын тізбекте жалғанған резисторлардың кернеулерін тап дейді. Екінші есепте әрқайсының кедергісі 12 Ом болатын резистордың жалпы кедергісі қандай деген есеп беріліп тұр. Енді бұны біз тізбектей жалғанған дегендіктен осыған қарап есепті шығаратын боламыз. Яғни 4 Ом және 12 Ом болса, бұл жерде бізде тізбектей жалғанғандықтан тоқ күші тұрақты екен. У тең болады И көбейту R менен, ал кернеуге бірінші, екінші кернеулерді қосу арқылы табамыз. Яғни сонда міне бізде жалпы U1-іміз 4,8 болса, U2-іміз 14,4, U жалпымыз 19,2 вольт болды. Екіншіде кедергілеріміздің барлығы 12 Ом болса, жалпыны табу үшін біз бір-біріне бұларды қосады екенбіз. Яғни 12-ні өзін-өзін 3 рет қосамыз, немесе 12-ні 3-ке көбейте саламыз. Сонда жалпы кедергі бізде 36 Ом болады екен. Балалар, бұл каналға подписат етіп тіркелуді және ұнап жатса лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Үшінші есепті қарастырсақ, бұнда R1-ге R2 тең 4 Ом дейді, R3 6 Ом болса, R4 12 Ом болып тұрғаны жалпы кедергіні есептеңдер дейді. Бұл жерден есепті шығару үшін мен ең алдымен қарасақ, R1 мен R2 бұлар бір-біріне параллель жалғанып тұр. Сондықтан бұларды R'(1) деп белгілеп аламыз. Сосын кейін одан шыққанымыз R3 пенен тізбектей жалғанады да, одан шыққанымыз R4 пен параллель жалғанады. Сондықтан сол бойынша есептерді шығарып қойдық. Шығарылуын өздерің қарап аласыңдар. Енді 4-ші есепте міне 26-12 сурет бойынша кедергілер беріліп тұр. Осы тізбектің жалпы кедергісі мен кернеуін табыңдар дейді. Әрбір кедергіге дегі тоқ ол 1 амперге тең деп тұр. Олай болса, біз жаңағы тағы да бұл жерде параллель жалғанып тұрғандықтан соның шартын қолданамыз. Кейбір жерінде тізбектей қосылған жерінде тізбектей қосылудың шарттарын қолдану арқылы біз жалпы кедергіні табамыз, ол 12 Ом болады екен. Кернеуді табамыз жалпы, ол үшін біз жалпы тоқ күшін тауып аламыз, ол 2 ампер болады. Осы 2-ні 12-ге бөліп 24 вольт деп табады екенбіз. Енді 5-ші есепте де жаңа өздерің көргендей 3 сурет берілген. Сол суреттердің жалпы кедергілерін тап деп тұр. Яғни біріншісі асында олар тізбектей жалғанғандықтан біз барлығын бір-біріне қосып 16 Омды шығардық. Екіншісінде үшеуі бір-біріне
параллель жалғанса, параллель жалғанып тұр екен, сондықтан 1,16 болады да, бұны да солай табады.